Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, дастарханда ерекше көрінетін әдемі салат дайындаймыз. Ол үшін алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен картоп, сәбіз, жұмыртқа, қызылша, тауық еті, жаңғақ, майонез және жасыл бұршақ қажет. Алдымен пісірілген тауықтың төс етін осылай майдалап тураймыз. Біраз тұз саламыз үстіне. Майонез. Осылай жүргізіп шығамыз майонезді. Сәбізді алдын ала қайнатып, теркадан өткізіп, үккіштен осылай қойып шығамыз. Тағы да тұз саламыз. Майонезді осылай жүргіземіз. Енді картопты саламыз. Картопты да алдын ала қайнатып, үккіштен өткіземіз. Тұз саламыз. Майонез. Банкадағы жасыл бұршақты осылай қоямыз. Майонез. Оның үстіне алдын ала пісірілген, теркадан өткізілген қызылшамызды қоямыз. Тұз себеміз. Жаңғақты қоямыз осылай. Оның үстіне жұмыртқамызды суда қайнатып, үккіштен өткіземіз. Осылай қойып шығамыз. Әркімнің өзінің фантазияларыңызға қарай осылай әсемдесеңіздер болады. Мен майонезді осындай кондитерлік қапшыққа салып, осылай жасап шықтым. Дастарханда өте әдемі болып көрінеді, өте әдемі болып көз тартып тұрады. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап көріңіздер, жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.